Армысыздар, қадірлі достар, қымбатты оқырмандар. Бүгін біздің кітапханамызға көптен күткен қонағымыз қазақ эпос әлемі сынды тамаша еңбектердің авторы, фольклортанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор Шәкір Ыбыраев ағамыз келе жатыр. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Аға, бірінші рет кітапханаға қай кезде келдіңіз? Мен мектепте оқып жүрген кезімде кітапханаға келдім. Нөмірі 1-ші Алтынсарин атындағы Кентау қаласында орта мектепте оқыған кезімде 6-шы класста есімде мектептің үлкен кітапханасы болды. Сол кітапханаға барып, ол кезде кітапқа тапсырыс беру деген жоқ, барлығы сөйлеуде тұрады. Соларға барып көзіміз қызығып, небір түрлі түсті кітаптарды ала бастаған кезімізде кітапханашы келіп, жоқ, сен қай класста оқисың, жасың қаншада деп сұрап алып барып, саған ол кітаптар емес, мына кітаптарды оқу керек деп іріктеп, соны кезегімен беріп отыратын. Бұл өте дұрыс жүйе, себебі бала қайдан біледі, оқып тұрған кітап, оның ішінде түсіне алатыны бар, оқуына сәйкес келетіні бар, қабылдай алмайтыны бар. Ол кезде әлі сана, әлі ашылып, барлық мәселелер тарихындай дәрежеде емеспіз. Сондықтан іріктеп беріп отыруды өте дұрыс деп санаймын. Кітапханаға байланысты қалған үлкен бір оқиға. Студент кезімде Алматыда Пушкин атындағы көпшілік кітапханаға барамыз, іздеген кітаптарымызды. Ол кезде Ленин көшесі мен Комсомол көшесінің қиылысында кітапхана орналасқан, орын аз, кісі көп. Сондықтан қанша адам шығады, санап тұрамыз. Кезекпенен бір адам шықса, бір адам кіреді, солай етіп отырып кезекте ұзақ тұрамыз. Онан кейін анау орындықтардың өзі жеке-жеке отырмайды, бәрі осы біріне бір қарап отырып үлкен столға орналасады. Сонда жаңағы кім орнынан тұрып, кітабын бір жолда жинап алып кетіп бара жатса, жүгіріп соны орнына отыра қоямыз. Соның менің санамда қалғаны, кітапхана деген бір еркін, бош жер емес, өмірі бір кезек тимейтін, адам соған бір асығып отыратын, ол жерде орын тапсаң, балаша қуанатын оқиғасы есімде қалды. Бәрекелді аға, қош келдіңіз, ендеше төрлетіңіз. Қымбатты достар, Шәкір ағамыз біздің ұлттық академиялық кітапхананың электронды каталогынан 3 кітапты таңдап тапсырыс береді, және сол 3 кітапты оқуға сіздерге кеңес береді, 3 кітап туралы толығырақ мәлімет береді алдағы уақытта. Ал енді қазір Шәкір ағамызға тапсырыс орындалып болғанша, біз Шәкір ағамызбен студияда рухани әңгімемізді жалғастырамыз. Қымбатты көрермендер, қазір ғана Шәкір ағамыз тапсырыс берген 3 кітап келгенше, осы студияда Шәкір ағамызбен рухани әңгімемізді жалғастырамыз. Отаншылдыққа, адамгершілікке баулитын, тәрбиелейтін аңыз әңгімелер, ертегілердің біздің ертеден келе жатқан қазіргі жас ұрпаққа жетуі, жас ұрпақтың санасына сіңіру қаншалықты жүріліп жатыр деп ойлайсыз? Бұл өте терең, кеңінен қозғаса ұзақ айтылатын әңгіме, бірақ мен ойымды жинақтап беруге әрекет жасайын. Енді кез келген адам өзі дүниеге келгенде ұлтын, әке-шешесін таңдап туылмайды. Алла тағала белгілі ұлттың перзенті етіп дүниеге келесің. Келген бетте сенің алғашқы анаңның сүтімен бірге енетін тілің, сонан кейін сенің айналаны, дүниені танып білу үшін сені қаруландыра бастайтын ең алғашқы білімі жүйен халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан тәжірибесі. Ол демек сол ертегі, аңыз, өлең, жыр халықтың өзінің ғасырлар бойы сүзгіден өткізген тамаша мұрасы. Осыны игеріп өсу әрбір ұлттың өзінің перзентіне тиесілі басынан бастап берілген бір табиғи үлесі деп білемін. Енді бұлай бір қызықты бір нәрсені елестетіп қарайықшы. Сен өзіңнің ұлттық уызыңнан ешқандай хабарың жоқ. Ұлттық жаңағы дәстүріңнен оны қабылдап өспеген бір кездейсоқ іштеңеден хабарың жоқ адам болсаң,
басқа ұлттың да тілін оқисың, басқа ұлттың да мәдениетін, ертегісін, аңызын оқисың, бірақ сен оларды өрлестіріп отыру үшін, өз көзқарасыңмен сабақтастырып отыру үшін сенде ешқандай іргетас, ештеңе жоқ. Сондықтан сен бір табансыз, іргетасы қаланбаған адам сияқтысың. Ананікі де дұрыс, мынанікі де дұрыс. Әлемде сен өзің ұлттық болмысыңды, оның ар жағында сен өзіңнің тұлға ретіндегі көзқарасыңды қалыптастыру сен үшін мүмкін емес, барлығында бір жүзіп жүрген нәрсе сияқты. Адамды адам етіп қалыптастыратын, тұлға етіп қалыптастыратын оның ең алдымен ұлттық болмысынан, психологиясынан, жаратылысынан нәр алу. Әлемде қандай бір үлкен тұлғаны алып қарасақ та, осы өзінің алдымен ұлттық болмысын жаратқан, соның негізінде қалыптасқан. Енді бұны іздегенде, әрине, неден бастаймыз дегенде, халықтың өзінің балаларға айтатын ертегісі, аңызы, өлеңі, тақпағы, балалардың фольклоры, жұмбағы, осы сияқты өте тілі шықпай тұрып айтылатын әлгі санамақ бастап, қаламақтан бастап, өзінің баланың жасына сәйкестендіріп отырып оқытатын, үйрететін шығармалары бар. Міне осымен сусындап өскен адам кейін басқа да халықтың мәдениетін, тілін игерген кезде ол үнемі қай тұрғыдан қарайды, қандай көзқараспен қабылдаймын, қандай оларға баға беремін дегенде сендегі ең алғашқы қаланған іргетасың өзіңнің ұлттық болмысың. Енді Шәкір ағаның қазіргі кезде Алдаркөсе фильмін, мультфильмін көп көреміз, яғни YouTube каналын ашып қалсақ та, кейде телевизордан да сондай балаларға негізінен көп көрсететін Алдаркөсе мультфильмі. Кезінде, мысалы кеңес дәуірінде осы Алдаркөсе образын байларды мұқалту үшін біздің пайдаланды деген пікірлер бар. Қазіргі кезде Алдаркөсені көрсету керек пе? Көрсету керек, бірақ бұл өзі ұлттың ойлау жүйесі, ғылыми тілмен айтсақ, коды. Біздің болмысымызда тұрған бір бейне образ. Енді оны кезінде кеңестік дәуір әлгі бай мен кедейдің арасындағы қарым-қатынасты татты көзқарасқа негіздегендіктен Алдаркөсе үнемі жаңағы байларды алдап кететін, солардан келін алып жүретін адам сияқты етіп бейнелеуге, көрсетуге сондай бір идеологиялық бір жақта кеткен жағдайларымыз болды. Алдаркөсені енді кеңестік дәуір өтті, енді бізге қажеті жоқ деген ұғым еш уақытта тумауы тиіс. Алдаркөсе тапқырлықтың, әділетсіздікке қарсы күресудің, байларға деп айтпайық, әділетсіздікке қарсы күресудің, момынның, болмаса ақысы кеткен адамның ақысын қайтарып беретін бір тұлға ретінде халықтың өзінің рухани қажеттілігінен туған образ. Біз қай кезде болса да оны Алдаркөсенің бейнесі, ол сарқылмайтын, таусылмайтын бейне бізге үнемі рухани азық болып отыратын, осындай өзінің бір тип, феномен ретінде, бейне ретінде әр дәуірде, әр кезде оны кереметтей етіп жастарға, балаларымызға әсіресе түрлі қырынан танытып, оның жаңағы әділетсіздікке қарсы күрескені, жауыздыққа қарсы күрескені, сараңдыққа қарсы күрескені, сол жерде кереметтей бір тапқырлықпенен жаңағыдай адамды бір жағынан күлкі тудырады, бір жағынан бір әділеттіктің орнауының бір символы ретінде көрсете беретін сюжет, бұл мотив, әуен еш уақытта тоқтамайды. Ал енді оны қалай пайдаланамыз? Мәселе осында. Енді маған ол мультфильмдердің бірталай ұнамайды, себебі Алдаркөсе тұрып алады да, кешке дейін сөйлей береді, әрекет жоқ, жалықтырады. Бұл біріншіден сол мультфильмге шығарылған қаражаттың аздығынан, екіншіден соны жасап отырған адамдардың өте бір сондай қиялының шектеулі, сондай балалардың әдемі етіп, соны бір тартып алатындай тартымды етіп бере алмай, өзінің жаңағы саяз ойменен жаңағыдай түсініктеме жасаған іс-әрекетінен Алдаркөсенің бейнесі көбінесе зардап шегіп жатады. Ал бұған өте талантты, өте сауатты, өте
дүниетанымы кең адам болса, оны қалай әдемі ойнатып жібереді. Әлемде талай бір балаларды қызығып көріп отыратын бейнелері бар. Маша мен медведь, болмаса жаңағы әлгі ну погоди деген сияқты әлгі қасқырға айтып отыратын осындай мультфильмдер бала деген көрген бетте экраннан ала алмай қаламыз. Неге? Ол сюжеттерін біздің қазақтың Алдаркөсе, Қожанасыр сияқты сюжеттерден артықшылығында емес, мәселе соның режиссердің әдемі ойнатып бере алғандығында. Біздің ауыз әдебиеті мұраларымыздың жаңағыдай тамаша бейнелерімізді әдемілеп ойнақы етіп, тартып етіп, баланың сол қиялынан әдемі сонымен сабақтасып кететіндей жұмыстарды ол бүгінгі режиссерлардың, бүгінгі сценарий жазатын адамдарға үлкен сын, солардың ісінің ақсып жатқандығының кесірі. Әйтпесе негізгі оны алып шығып, оны әдемі бір бейнелеп, ойнатып бере алатын бізде рухани мұра жетерлік. Яғни дұрыс айтасыз, әлі күнге дейін тәуелсіздік алғаннан кейінгі біздің мультфильмдерді Алдаркөсе тек қана жамандықпен күреспейді, тек байлармен ғана күресіп жүр әлі бүгінге дейін. Солай, байлармен күресіп, оның өзі де бір іс-әрекет жасап жүргеннен кейін көбіне отырып алып сөйлей береді. Бір Алдаркөсеміз іс-әрекетте жаңағыдай бір әдемі қуақы, жағынан тапқыр, сондай бір іс-әрекетімен көрсетіп жатқаннан гөрі кешке дейін сөйлеген бейне баланы қайтып онымен алдандырасың. Ол қоюшы режиссердің шеберлігінің жетпейтіндігі. Әрине, көнеден келе жатқан біздің рухани құндылықтарымыздың орны ерекше, бірақ қазіргі заманда былай ойлап көрсек, қазіргі заманда, бүгінгі заманның, бүгінгі ғасырдың балалардың санасына өзінің енді жасап жатқан ортасында, өзіне таныс ортаның ертегілері, аңыз әңгімелері тууы қажет пе қазіргі кезде? Енді қажет. Қажет дейтінім, егер оны біз өзі ұлт болып, халық болып, мемлекет болып, егер бұл кеңістікті толтырмасақ, онда басқа елдің режиссерларының, жазушыларының, ақындарының шығармалары соны баса бастайды. Ол енді басқа елдің шығармасын оқымау керек деген мағына тумайды. Біздегі ондай кеңістіктің орнын басқа елдің рухани құндылықтары толтыра бастайды. Шәкір аға, енді мынау көпшілік ортада байқап жүреміз, сізді құрдастарыңыз, замандастарыңыз, үлкен кісілер, мысалы Тұрсын Жұртбай ағамыз айтып жатады, төреге орын беріңдер, Абылайдың тұқымы текті азамат деп жатады. Жалпы осы тектілік дегеніміз не? Тектілік немен өлшенеді? Бұл сұраққа бір жақты жауап беру қиын, бірақ менің білетінім тектілік сол жас кезден ана сүтімен бірге, тәрбиемен бірге келетін әрбірден адамның өзінің болмысы жаратылысымен бірге келетін құбылыс деп ойлаймын. Әдейі бір текті болайын деп қолдан жасап алып бір үрейге бергенмен ол ұзаққа бара алмайды. Адамның өзінің жаратылысында, болмысында жататын бір үлкен бір сананың астарындағы құбылыс деп ойлаймын. Мынау төрелерде бір қызық, қазақтың арасында бір жақсы сөз бар. Таста тамыр жоқ, төрелде бауыр жоқ деп. Мен осыны ұзақ уақыт бойы түсіне алмай неге сонда төрелде бауыр болмаса оны қалай өзгелерді сезінеді, оны қалай өзгелерге жан ашиды деген туыстық сезім оларда жоқ па деген сияқты бір ұғымменен тең ойлап қарасам, бұл бір терең айтылған сөз екен. Себебі төре болғаннан кейін енді сен әділетсіз болсаң, өзіңнің бауырыңа қарай бұрып отырсаң, көрінген нәрсені жаңағыдай ыңғайыңа қарап, өзіңе қарай жаңағыдай бұрып отыратын болсаң, онда сенде қандай әділеттік болады. Онда несіне сен төре болдың деген сияқты ұғымменен түсіндім. Енді бұл мен арнайы тектедім, пәленшенің ұрпағы едім, сондықтан мен осындай бір құрметті болып жүрмін, мені құрметтеңдер дегеннен түк шықпайды. Ол бір жай ешкен артистің бір рөлді ойнағандай ғана нәрсе. Тектілік күнде сынға түсуде, адамның күнделікті өмірімізде сынға түсуде. Сен болмысыңда өзіңнің пайдаңды бірінші қойып, көрінген жерде бір әділетсіз іс дедің ба? Сенің алдыңа
бір мысал үшін балалардың бір жарысып, енді соның конкурстың есебі бойынша қорытынды шығару ісі сенің қолыңа берілді дейді, айтады бір комиссияның сол төрағасы болдың, мүшесі болдың. Сен сол кезде сол анау өсіп келе жатқан балаларға әділетті өзінің орнын бөліп бердің ба, жоқ әлде мына жақтан бір сыбырлап кеткен біреудің айтып кеткен нәрсесіне қарай орынды бөліп бердің ба? Тектілік осы жерде сыналады. Осы жерде сыналатыны енді сенде саған әділетті шешім шығарып береді деп саған қарап отыр. Оның ішінде бала қарап отырса, сен соны шығарып бере алмасаң, ол тексіздік. Сондықтан мүмкін болғанша, енді пендеміз қай жерде болса да дұрыс істейміз, кейбіреуді білмейміз, қате істейміз, бірақ қолыңнан келгеніңше өмірде неде адамдарда әділетті болып әрекет жасасаң, өтірік нәрсеге бой алдырмай, шынайы нәрсеге қарай ұмтылсаң, оны айғайлап жар шақыра берудің шарт емес, бірақ реті келген жердің барлығында ең алдымен жеке бастың пайдасынан гөрі ұлттың, халқының пайдасы, саған сеніп отырған адамдардың сенімі, соны ақтауға әрекет жасасаң, қиыншылықтың бәрінде қалай болса солай бұлталақтап бұрылып кетпей, соған сабырмен шыдам берсең, осы тек. Ал енді қалғанында ақыл есі артық еді, басқалардан мәдениеті жоғары еді, анау еді дегеннің барлығы да оған солған келеді. Адам шындықтың алдында өзін ұстай алды ма? Шындыққа сәйкес өзін сол шындықтың туын өзі ұстауға шамасы келді ма, жоқ әлде айнып кетті ма? Тектілік осыған байланысты деп ойлаймын. Енді қарап отырсақ, мынау кез келген халықтың, орыстардың атақты дворяндары, мынау ағылшындардың атақты ақсүйек лордтары, осылардың барлығында қарап отырғанда, бұл жай бір кездейсоқ нәрсе емес. Осылар елдің былай мемлекеттік ұлттық болмысын қалыптастыруда үлкен сіңірген еңбегі әлгідей құндылықтарды ең жоғары қойып, әділ болу, таза болу, өтірік сөйлемеу, ұрлық қарыздықтан аулақ болу сияқты нәрселерді, қасиеттердің барлығы сол тектілікпен бірге келеді. Бәрекелді аға, жүрегіңіз ақ, адал болса, таза болса, ұлтыңыз үшін ойлай алсаңыз, кез келген қазақ текті деп айтуға болады. Рахмет аға. Енді мынау сіз тапсырыс берген үш кітабыңызда келіп жетті. Жалпы біздің осы ұлттық академиялық кітапхананың оқырмандарына бұл үш кітапта не жазылды, бұл үш кітапты оқыған қандай пайда береді оқырмандарымызға, сол туралы кеңірек әрқайсысына айырым-айырым тоқтала кетсеңіз. Енді бір кітаптар болады, бір рет оқисың да, сонымен қайтып оралмайсың. Енді бір кітаптар болады, айналып қайтып келіп отырып оралатын кітаптар. Мынау кітаптар менің бір қайтадан бұрын қарап оқыған кітаптарым, бірақ кейбір нәрселерді қайтадан жинақтап, осы мынау дәуірдің заманның өзгергеніне байланысты қайтадан қарап, бір зерделеп, пайымдап шығайын деген мақсатпен тапсырыс бердім. Соның біреуі мынау Әлкей Марғұланның көп томдығының 10-шы томы. Бұл томның ішінде маған әсіресе керегі Шоқан және Манас деген тарауы бар. Кезінде ол өзі жеке кітапта болып шықты. Бұған мен арнайы бір тоқталып қарағым келіп отырғаны, сол 30-ға толмаған Шоқан 1856 жылы 26 жаста, сол кезде Ыстықкөлдің маңайына барып, қырғыздарды зерттеген кезінде, соның ішінде ең бір үлкен назар аударған шығармасы Манас болған. Сол Манасты жазып алып, қағазға түсірушілердің ең алғашқы біреуі Раблов, біреуі Шоқан қағазға түсірген. Сосын осы эпос туралы ең алғашқы пікір айтқандар бұл қырғыз халқының өмірінің энциклопедиясы дейді. Бұл анықтаманы осы эпосқа берген. Күні бүгінге дейін ешкім өзгерткен жоқ, және солай қалады. Шын мәнінде бір халықтың тұтас энциклопедиясы екендігін Шоқан сол кезде бала Шоқан солай айтып беріп кетті.
Енді осы шығарма туралы Әлкей Марғұлан керемет зерттеу жазды да, Шоқанның сол қолжазбасы жоғалып кетті деп есептеліп кетті. Бертін келе осы кеңестік дәуірдің 60-шы жылдарынан кейін Әлкей Марғұлан оны кездейсоқ Ленинградтың ол кезде қазір Санкт-Петербург қолжазба қорынан бір жерден тауып, соны жариялады. Сол Шоқанның қолжазбасын. Соның негізінде үлкен зерттеу жасады. Енді осыған қарап отырып, сонда Көкетайдың асы деп аталатын үлкен тарауы, ол енді өте көлем шығарма. Соған сол тарауды ала отырып, Көкетайдың асын ала отырып, Шоқанның айтқан ойларыменен кейін ол туралы зерттеу жүргізген Әлкей Марғұлан зерттеуіне қарап отырсақ, бұл шынайы ғылымның әңгімесі. Ғылыми принциптер. Біріншіден Шоқан сол кезде қалай әдемі сақтады. Оны енді зерттеген Әлкей Марғұлан қандай әдемі кетіп зерттеп берді. Бұл әрбірден кейін мына қоғамдық гуманитарлық мәнде бізге көптеген ғалымдарымызға, әсіресе жас ұрпаққа үлгі болатын үлкен іргелі жұмыс. Қазақтың мына сияқты әлемге әйгілі эпосты біріншіден тану, екіншіден оны зерттеуде соншалықты терең білімділікпенен табандылықтың үлгісі деп айтады. Сол үшін кітапқа. Бұл кітап қандай оқырмандарға қызықты? Бұл әсіресе мынау қазақ халқының, қырғыз халқының, түркі халықтарының эпостық жырларын, ертегілерін зерттеу, осылардың құндылығы, әлемдегі өркениетте алатын орны осын пайымдау үшін мұндай еңбекті міндетті түрде оқып шығу керек. Бәрекелді, рахмет. Келесі кітап. Екінші үлкен кітап, мынау Қорқыт ата деген энциклопедиялық жинақ. Мұның да шыққанына біраз уақыт болды. Оның берде біраз еңбектер шығып жатыр. Қорқыт атаның древний Ватикан нұсқалары жарық көрді, бірақ мына кітаптың бір құндылығы өзіне дейінгі қазақ ғалымдарын, сосын әлемдегі ең ірі зерттеушілердің осы Қорқыт туралы зерттеулерінің қорытындысы осы жинақталып берілді. Мұның құндылығы сол Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, Шоқан Уәлихановтан бастап, сонан бастап Дивай осы Қорқытты зерттеген ғалымдардың барлығының еңбектері жинақталып осының ішінде берілді. Қорқыт ата кітабы және Қорқыттың өзі туралы зерттеулер 19 ғасырдан басталды. Сол енді Батыс Европа, Түркияға көп мағлұм емес мәліметтер қазақ арасындағы белгілі Қорқыт бейнесіне қатысты деректердің барлығы осы кітаптың ішінде жинақталып айтылған. Ал енді оны дүние жүзінде сақтаулы бір нұсқасы Ватиканда, бір нұсқасы Дрезденде сақтаулы. Қорқыттың енді отаны кім? Ол қайдан шыққан тұлға? Қай кезде өмір сүрген? Қандай философиялық көзқарастары болды? Музыкаға қандай еңбек сіңірді? Осылардың барлығын білгіміз келсе, мынау Қорқыт ата деген энциклопедиялық жинаққа бір назар салып, осыларды бір парақтап шықса, оқушы осыдан көп мағлұмат алады деген. Қорқыттанушыларға жалпы жас зерттемендерге өте қызықты дейсіз ғой? Өте қызықты. Негізгі деректердің бәрін қазір енді әр жерде шашылып кеткен. Мынау негізгі Қазақстандағы деректердің дені осы жинақтың ішінде. Сондықтан мен Қорқытты білгісі келетін жас зерттеушілерге, Қорқытты білемін деген адамдарға, Қорқыт туралы аңыздар мен мифтерді зерттеймін деген адамға алдымен осы кітаптан бастау керек деген пікірім. Бәрекелді, рахмет. Үшінші кітабыңыз? Үшінші кітап Абай. Биылғы жыл енді Абайдың жылы. Тек осы Абай жылы болғандықтан емес, Абайды кез келген қазақ оқыды. Мектептен бастап, мектеп қабырғасынан бастап, балалық шағынан бастап Абайды оқиды. Бірақ бір ғажабы, Абайға қай жаста, қай кезде қайтып айналып келсең де, еш уақытта Абайды мен оқып болдым, оқыдым, енді Абайды оқитын несі қалды деп ешбір қазақ айтуы мүмкін емес. Себебі Абайды оқу арқылы сен өзің қаншалықты есейдің. Сенің дүние танымың қаншалықты кеңейді. Сенің көзқарасың қаншалықты қалыптасты.
сен абайды қайта оқыған сайын сен өзіңді қайтадан бір деңгейге қойып, өзіңнің де қанша дәрежеге келгеніңді пайымдап отырасың. Енді талай оқыдық, мектепте де оқыдық, университетте де оқыдық. Енді келіп, осы кезде абай жылы болып, өзіміздің бәріміз оқуымыз керек деп отырғанымызда қалай еді деп бір ойлағанда, мені қазір толғандыратыны қазір қазақ өмірі. Қазір қазақ өмірі. Қазір қоғамымыз. Енді соған жауап іздегенде мен абайға тағы да қайтып айналып соған бір ғана мысал келтірейін. Кезінде талай оқыдық, бала кезімізде бізді жаттатты. Жаттағаннан кейін соны жаңағы сол кездегі деңгейімізге, сол кездегі білімімізге, санамызға сәйкес қабылдадық та қойдық. Иә, өтірікші болмау керек, мақтаншақ болмау керек, жаңағыдай еріншек болмау керек дедік те қойдық. Ол кезде сана енді ондай деңгейге көтерілді. Енді қазір ойлап қарасақ, осы абай айтқан осы ойлары жеке адам ғана емес, ұлт осы да ма? Ұлттың кемшілігі бар ма деген бір сауал туады. Меніңше бұған да ашық қарауымыз керек. Неге жоқ? Ұлттың өзі де тұтастай үлкен кемшілік болады. Сол кемшіліктің жинақтап айтқанда, оның ішінде жақсы да бар, жаман да бар, солай ғой. Жинақтап айтқанда ұлтта да кемшілік болады. Мен абайдың осы ойларын қазір енді жеке адам емес, баланы тәрбиелеудегі мінез емес, қазақтың жалпы болмысы, ұлт ретіндегі болмысы деп қараймын. Мысалы үшін 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Осыған қарап отырып, қазақ өміріне қарасақ, өсек айту тоқталды ма? Айқайдан тоқталған жоқ. Өтірік айту тоқталды ма? Қоғам болып өтірік айтамыз. Сөзіміз бір басқа, ісіміз бір басқа деген ол бізге бір қалыпты жағдайға кетті. Шынын айтқанда өтірік айту деген қазақша ештеңе айтылмайды. Қою керек. Ұлт болатын болса, бір-бірімізді алдаудың керегі жоқ. Енді мақтаншақ десек, бұл да тұр ғой қазақта. Өтірік той жасаймыз, өзіміз жаңағыдай шын қаліміз, жағдайымыз, байлығымыз, ақшамыз неге келіп тұр, оны жасырып, бір одан да үлкенірек болып көргіміз келетін бір сондай бір мінез бар, мақтаншақ. Әйтеуір қампайып көрінеді. Осындай мақтаншақты қазір жеке адам емес, ұлттың бойында бар осындай бір үлкен кемшілік қажет. Еріншек, бекер, мал шашпақ. Жалқаулық бар ма? Неге біздің жұмысымызды басқа бір республикадан мемлекеттен істеп береді? Өзімізде немене? Соншама жұмыстың бәрі асып істейтін адам болмай жатыр. Көп жерге барсам, жұмыссыз отырмын. Бұл не? Еріншектік. Таңертеңнен кешке дейін қозғалып жұмыс істеген адам нәпақасын табады. Маған бермейді, жұмыс орналастырмайды, мені қабылдамайды деп отырсаң, отыра бересің. Өзің бірдеңе істей баста, бірдеңені өндіре баста, бірдеңені жасай баста. Ал еріншектік қазір осы ұлтымыздың үлкен қасіреті. Сосын бекер мал шашпақ. Қарыз алып, кредитке алып, той жасап, бірдеңе қылып, осындай талай байларды көрдім, талай елдерде, Түркияда да, Европада да, көп елдерде көрдім. Осы миллионердей, мен шашылып атқан ешкімді көрген жоқ, бекер мал шашып атқан кісі көрген жоқ. Бізде неге? Неге сондай мал шашып? Осы жаңағы 5 сеудің кемшілік, дұшпан қазақтың бойынан арылған жоқ, жеке кісі өзі. Енді, жақсы талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс көрсеңіз. Бұл бесеуі де біз үшін өте актуалды. Біз өте қажет нәрсе. Талаптану. Осы еңбек ету бізге өте қажет. Қай салада болса да. Енді ойланып барып, сосын барына қанағат қылу.
бір-бірімізге деген рақымдылшылық, қайырымдылық, бір-бірімізге қарасу, бір-біріміздің көз жасымызды байқау, анаған түскен ауыршылықты сезіну қазақ қоғамында қазір сұмдық биік дәрежеде деп кім айта алады? Ешкім де айта алмайды. Біз керісінше осындайдан айырылып бара жатырмыз. Мен ойлаймын, Абайдың мынау айтып отырған ғажап сөздері қазіргі қазақ қоғамы үшін өте керек. Сондықтан Абайды оқыған кезде біз қай дәуірдеміз, қай жастамыз, қоғамымыз қалай, қазақ қоғамы қалай, ұлтымыз қалай, осыны әр уақытта Абаймен сабақтастық. Сонда ғана біз Абайдың қаншалықты терең екендігін соған қарап түсінеміз. Ал енді Абай философ еді, үйту керек еді, бүйту керек еді деген ол құрғақ сөз емес. Біз алдымен өзіміздің қай дәрежеде ойымыз, Абай не депті. Сонда біздің Абай әрбір адамның, әрбір қазақтың жүрегінен терең орнатады. Бәрекелді аға, яғни Абайдың 175 жылдығында бүкіл қазақ Абайды оқу керек, бірақ жаттан да оқу емес, санаға сіңіріп, жүрекке жеткізе оқу керек дейсіз ғой. Сөз жоқ. Қазіргі қоғамымызда құндылықтарымыз не болып жатыр, Абай қалай айтты деген. Сонымен үнемі екеуін теңестіріп сабақтастырып отырмыз. Ұтылған жерімізді Абай керемет айтады. Жақсы аға, алтын уақытыңызды қиып бізге келіп сұхбат бергеніңізге өте үлкен қуаныштамыз. Сізге өте үлкен рахмет, жұмысыңызға табыс тілейміз. Шәкір ағамызбен болған рухани әңгімеміз аяқталды. Рухани әңгімеміздің келесі санында кездескенше аман болайық.